Соңға көрі археология қазылма нәтижелері Башқұртстанның Туймаз районындағы оларын айтып тұрмайым. Менің өткен ел 20-ші жылда тарихи китабым шықты. Туймаз районының бойындағы Татар ауылдары турында, бойындағы Ақтұман деп аталып. Бұл Башқұртстан милли архиві документларына таянып жазылды енді. Ық сөзі ол изгі ел, изгі су, изгі елға дегенді аңлата. Күшлеп шоқындыру башлағыз, біздің ата-бабаларымыз тарихи ватандарын тосылып, өз діндерін сақлап қалу үшін шошында ық бойына келіп сыйынарға мәжбүр болалар, һәм діндерін сақлап қалулар. Әлбәттә, ол вақытта біздің сахабалар өз ішлерін біліп іштейлер. Шул сәбәпле біздің яқларда әулия қабыры, изге қабыры, белгісіз мұлла қабыры деген орындар көп. 1961 жылда Башқұрт дәулет университетінің тарих факультеті қаршында археологлар группасы түзілі, һәм археология қазылма ішлері барыла башлай біздің яқларда. Бұл Туймаз районының облай бәтке Тұқмақаран. Қазіргі ықынтияғында қарасақ, Ютаз районының Қоразирек ауылларында, Ознақай районының Шекан ауылы көрініп тұра бетендер. Ғалимдар бұл йорт конкурс әйбірлерін текшіргеннен соң, археолог қазу нәтижелерінде табылған әйбірлеріне, олардың бронза заманда ішленген екенлігін хабар етелер. Һәм бұл археология қазылма нәтижелерінде табылған әйбірлерінің нәтижелерін шығарғаш ғалимдар Туймаз районының археологический памятник Туймазинского района деген китапта шықты. Облай ауылына ауыл қырында бақа археологик нәтижелері қозғалушылары алып барылмаған, ләкин бұл ауылға Қарабақның нәсіл давамшысы Облай хан негіз солған деп айтырға болады. Бұл Облай Қарабақның нәсіл давамшылары Ақтаныш районының Көккөз ауылына, Ойман ауылына да негіз солған. Облай ауылы турында археологик қазылма ішлері алып барылмаса да, оның түбек отамаларына таянып біз енді бек бұрын заманнан көшме халықлар заманынан мұнда көшме халық яшағанларына ишара көреміз. Шулай бек бұрынғы нетіп алдыға бұлайында. Ол бұл формалшаларалар. 1952 жылда келішу түзілген вақытта жер білен қолданырға алады, орындағы халық білен. Сол вақытта ол архив документтарына сақлана. Екінші ауыл біздің енді Бәтке ауылы. Бәтке ауылына Тоқай районы Бәтке деген ауылдан келіп негіз құралар. Ол тарихи документларда сақлана, Башқұртстан милли архивында факт балар барда. Әміне Тұқмақаран ауылы Туймаз районының, онда Зей районының Тұқмақ ауылы кішілері келіп негіз құра. Китап шықты, китап шыққаннан соң халыққа таралды енді, халық білен менің бәқаз болып алды сол вақытта. Чөнки олар айталар, анда Иракта болған бұрынғы заманда Ғауыл деген ауыл, архивта ол Ғауыл болар еске алады, халық тілінде солай болып еске алына. Олар айталар, сол Ғауыл ауыл халқы келіп мында негіз салған. Нөтіктағда айтып, не үшін, если Ғауылдан келіп негіз салғандар екен, не үшін Ғауыл есімі құшымағандар олар? Тұқмақаран есімі құшқандар. Архивта сақлана, Зей районы Тұқмақ ауылынан келген кішілер бұлар сақлана бетінде. Олардың айтасылар керегінде Пугачев восстаниесі бастырылғаш, башқұртлар қашып шушы Ғауыл ауылы түзілгендер деп айтасылар. Шулар мұнда келіп негіз құрғандар деп айтасылар келген. Но мұнда бірсе башқұртта сөйлесе де білмейді. Башқұртлар түгіл, олар татарлар барса да енді. Үстейін ме? Бітті ме сіздің? Байы. Үстергамагу? Үстергамагу? Бар. Башқұртстанның Туймаз районына бетінде ол археологларының иқтибары жетмей. Бары тек өткен ғасырдың екінші жартысында ғана Урал дәулет университеті Свердлов шәһәрінің бетінде археологтары келіп қазану ішлері башлап жіберелер. Мұнда Октябрьский шәһәрі қырында, ол Туймаз районында орнашқан білесіз. Зул башшылар ясайларында Октябрьский қырында. Шундан соң уже Башқұртстан археологлары да ішке тұтыналар, һәм шушы Ақбұя ауылларын олар қазану ішлері алып бара башлайды. Рахмат иқтибарыңыз үшін сұраулар болған? Сізге рахмат.